Сәлем достар, бүгін өте оңай, тез уақытта дайындалатын салатты әзірлейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті өнімдер қияр, қызанақ, керешки, кукуруза, майонез және 3 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып, үстінен кішкене тұз қосып, осыны жақсылап араластырып аламыз. Және дайын болған соң қызып тұрған табамызға құймақ тәрізді етіп пісіріп аламыз. Менде шамамен 3 дана шықты. Енді бұны ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін қиярымызды алып, дәл солай ұзынша етіп тураймыз. Бәрін біркелкі етіп турау қажет. Ыдысымызға саламыз. Енді қызанақты да дәл солай тураймыз. Оның үстіне кукурузаны саламыз. Мен тек жартысын ғана салдым, және үстіне керешки салып, тұз қосып, майонез құйып араластырамыз. Тұз бен майонезді өздеріңізге ұнағандай дәміне қарай қоссаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын, енді ыдысымызға саламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, сіздерге ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.